Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте дәмді пирожный дайындаймыз. Ол үшін електің ішінде ұн, какао, қопсытқыштың барлығын електен өткізіп араластырып аламыз. Басқа ыдысқа жұмыртқаны жарып, миксермен араластырамыз. Сосын үстіне қантты салып, аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Сосын барып, оның үстіне сұйық майды құйып, тағы да миксерлеп аламыз. Жұмыртқалы массамыздың үстіне құрғақ ингредиенттерді 2-ге немесе 3-ке бөліп саламыз. Миксермен араластырмаймыз, лопатканың көмегімен араластырамыз. Противеньге пергаментті төсеп, қамырымызды жаямыз. 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Піскен корждарымызды стақанның көмегімен домалақ етіп кесіп аламыз. Біздің корждар жұмсақ болып шығады. Бұл пирожныйға әртүрлі крем қолдана беруге болады. Менде қайнатпалы крем. Пирожныйымыздың біреуін үстіне қойып, жан-жағына крем жағып, жанына крошкаға аунатып аламыз. Үстіне посыпка септім. Негізі қалауымызша сәндей беруімізге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Раушан.